Құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің тақырыбы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі. Бұл тақырып бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі мен оның белгілеріне жалпы мағлұмат береміз. Қылмыстық құқық бұзушылыққа түсінік Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 10-шы бабында қарастырылған. 10-шы бап бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне қарай қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар болып екіге бөлінеді. 10-шы бап бойынша айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығынан шектеу, бас бостандығынан айыру, немесе өлім жазасы түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекет қылмыс деп танылады. Қылмыстық теріс қылық деп қоғамға зор қауіп төндірмейтін, жеке адамға, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке болмашы зиян келтірген не зиян келтіру қатерін туғызған, оны жасаған үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу түріндегі жаза көзделген айыпты жасалған іс-әрекет танылады. Қылмыс бірнеше белгілермен сипатталады. Ол белгілерді нақтырақ айтатын болсақ, қоғамға қауіптілік, құқыққа қайшылық, кінәлілік және жауаптылық. Осы, яғни тағы айта кетсек, қылмыс төрт белгімен сипатталады. Ол қоғамға қауіптілік, құқыққа қайшылық, кінәлілік және жауаптылық. Қылмыстың ең негізгі және басты белгісі қоғамға қауіптілік. Қылмыстық құқық бойынша қоғамға қауіптіліктің негізгі басты болатын себебі ол заңмен қорғалатын әлеуметтік қоғамдық құндылықтарға белгілі бір мөлшерде зиян келтіреді. Егер қылмыстық әрекет пен әрекетсіздікте жоғарғы дәрежедегі қауіп болмаса, онда ол қылмыс қатарына жатқызылмайды. Мысал ретінде, әкімшілік құқық бұзушылықты айтуға болады. Қоғамға қауіптіліктің болуы деген әрекет арқылы заңмен қорғалған қоғамдық игіліктерге өте жоғары дәрежеде зиян келтіру. Қоғамға қауіптілікті келтірген шығынның көлемі мен мөлшері, кінәнің түрі, қылмыстың ниеті мен мақсаты, әрекеттің істеу тәсілі анықтайды. Қоғамдық қауіптілік белгілері қылмыс түсінігінде қарастырылған. Оны жаңа айтып өттік, бұл 10-шы бапта қарастырылған. Яғни, ал оның қауіптілік дәрежесі қылмыстарды саралау негізінде жатыр екен. Бір сөзбен айтқанда, жаңа айттық, қоғамдық қауіптіліктің белгілері 10-шы бапта нақты көрсетілетін болса, ал оның қауіптілік дәрежесі қылмыстарды саралау Қылмыстық кодексінің 41-ші бабына негізінде жатыр екен. Бұл белгілер Қылмыстық кодекстің басқа баптарында да көрсетілген екен. Яғни, атап айтатын болсақ, бұл екінші бап. Екінші бап, өздеріңіз білесіздер, бұл қылмыстық заңдылықтардың міндеттері. Бұл бап бойынша кез келген адамдардың, азаматтардың құқықтары, бостандықтары, заңды мүдделері, қоғамдық қауіпсіздік, бейбітшілік, территориялық тұтастық, конституциялық құрылыс, қоршаған орта. Бір сөзбен айтқанда, жалпы объектілердің барлығы қандай да болмасын, бұл солшылықтан қорғалады екен. Яғни қылмыстық құқық осы екінші бапта көрсетілген маңызды объектілердің барлығын өзінің қорғауды міндеті санайды екен. Жалпы тағы да қылмыстың қоғамға қауіптілік тағы да 20-шы бапта және 21-ші бапта көрсетілген. 20-шы бапта өздеріңіз білесіздер, қасақана жасалған қылмыс қарастырылған болса, 21-ші бапта абайсызда жасалған қылмыс сараланған. Енді жалпы қылмыстың қоғамға қауіптілігі сол заңмен қорғалатын маңызды қылмыстық құқықтық объектілерге қол сұғады. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей,
зиян келтіру қаупін туғызады екен. Сондықтан жалпы қоғамға қылмыстық заң қоғамға қауіптілікті сапалық және сандық жақтарға бөліп көрсетеді. Сапалық жақ дегеніміз қоғамға қауіптіліктің сипатын көрсетеді, ал сандық жақ қоғамдық қауіптіліктің дәрежесін сипаттайды. Қоғамдық қауіптілік қылмыстың барлық белгілерімен анықталады, яғни қылмыс объектісімен, қылмыстық зардаппен, қылмыс істеу тәсілімен, кінәнің түрімен, формасымен, қылмыс істеудің ниетімен және мақсатымен, және сондай-ақ қылмыс уақыты, орны, жағдайы. Осылардың барлығы қауіптілік дәрежесін саралаған кезде анықталып сараланады екен. Яғни бір сөзбен айтқанда, бұл қоғамдық қауіптілікті дұрыс саралау кінәлінің болашақта дұрыс жазаға тағайындалуын қамтамасыз етеді екен. Жалпы қоғамдық қауіптілік қаншалықты қауіпті екендігін қылмыстың дәрежесіне, сипатына қарай бөлуге болады екен. Осы жерде Қылмыстық кодекстің 11-ші бабында көрсетілген қылмысты жалпы ауыр қылмыс, ауырлық орташа қылмыс, онша ауыр емес қылмыс, аса ауыр қылмысты айтып өтуге болады екен. Себебі осы қылмыстың түрлеріне қарап, яғни қылмыстың ауырлығына қарап, біз қоғамға қауіптіліктің жаңа айтып кеткендей қаншалықты жоғары екендігін анықтауға мүмкіндік алады екенбіз. Сондықтан жалпы жаза тағайындаған кезде қылмыстың қоғамға қауіптіліктің сипаты, дәрежесі міндетті түрде ескеріледі екен. Өздеріңізге жақсы белгілі, Қылмыстық кодекстің 50-ші бабында қарастырылған қылмыстық жауаптылықтың негізін басшылыққа алу керек. Қоғамға қауіптілік қылмыс объектісімен анықталады, яғни объект қаншалықты құнды болса, оған келтірілген зиян қоғамға қауіптілік дәрежесі соншалықты жоғары болады. Өздеріңіз білесіздер, құқық нормасын бұзған кез келген әрекет құқыққа қайшылық, яғни қылмыс болып саналады екен. Қылмыстық заңдағы тағы бір міндетті белгі кінәлілік. Қасақана немесе абайсызда жасалған қоғамға жат әрекет қылмыс болып табылады. Қылмыстың міндетті үшінші белгісі болып табылатын кінәлілік қоғамға қауіптілікпен, құқыққа қайшылықпен тікелей байланысты. Егер бұл белгілер болмайтын болса, кінә да болмайды. Жауаптылық қылмыстың төртінші белгісі. Қандай да болмасын жасалған әрекет үшін жауаптылық көзделмесе, онда ол қылмыс ретінде қарастырылмайды. Ерекше Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің баптарының санкциясында әрбір қылмыс үшін жаза қарастырылған. Яғни істелген әрекет қоғамға қауіпті, құқыққа қайшы болса, адам кінәлі болып танылса, заң ондай адамдарға жаза қолданумен тоқтады. Ал жауаптылық дегеніміз істеген қоғамға жат әрекеттің нәтижесі. Қылмыстық құқықта қылмыстарды саралау дегеніміз қылмыстарды қоғамға қауіпті сипатына қарай топтарға бөлу. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 11-ші бабы қылмыстарды сипаты мен қоғамға қауіпті дәрежесіне қарай төрт түрге бөледі. Ол онша ауыр емес қылмыс, ауырлық орташа, ауыр және аса ауыр қылмыс. Онша ауыр емес қылмыстарға ең ауыр жаза 2 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ жасалған үшін Қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын абайсызда жасалған әрекет жатады. Ауырлығы орташа қылмыстар ретінде ең ауыр жаза 2 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ жасалған үшін Қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын абайсызда жасалған әрекет танылады. Ауыр қылмыстар ретінде ең ауыр жаза 12 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет саналады. Аса ауыр қылмыс ретінде 12 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза немесе өлім жазасы көзделген қасақана әрекет танылады. Көріп отырғанымыздай, қылмыстық әрекетке берілетін жаза
қылмыстың ауырлығына байланысты. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 81 бабының 7 тармағына сәйкес 14 жастан 16 жасқа дейін кішігірім ауырлықтағы қылмысты бірінші рет жасаған адамдарға бас бостандығынан айыру тағайындалмайды. Қылмыстық кодекстің 48 бабына сәйкес мүлікті тәркілеу бас пайдасын ойлап жасалған ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін тағайындалады.